Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бір-екі сұрақ келгеннен кейін бұқалардың тұрғызшы дейді. Ол тұрғызсаң да жатқызсаң да бәрібір. Мен төсін айттым, малдың видеоны көр. Кесте бойынша 5-10 кг ары бері шығады тірі салмақ. Жасын айт деген екен, енді мынау бір жасқа таяқ болған 11 ай не бір жасқа келген болу керек. Мынау майдың бұзау. Қазір 7 ай болды ма? Мынау екінші айдың 18-і, мынау өз бұзау. 18 ма 19-і бір жасқа келеді. Бұл қазір 10 ай ма 9 ай болып тұр. Мынау точно жасым деймін, бірақ бұл 1,5. Мынау 1,5. Төс өлшемдері алдыңғы видеода бар. Мынау 1,5. Мынау бірақ бұзаудың баласы. Ұрғашы бұзау 6-7 айында қашып кетеді ғой. Сөйтіп қашып кетіп туып қалған. Мынау 1,5. Мынау 1,5. Мынау 1,5. Әулиекөл 1,5. Алатау 1,5. Әулиекөл 1,5. Мыналарды білмеймін, точно мыналар биылғы малдар. Мынау да биылғы малдар, неше екен. Мынау 1 жас. Таза 1 жас, патсос бұлар. Мынау сауын сиыр, мынау патсос екен. Мынау патсос, мынау патсос. Бірақ бұлар 3-ші дәрежелі патсостар. Нөмірі 3-ші, өте нашар патсостар. Бұйыртса бағасына сай болады. Бағалар айтылған. Енді бұл жергілікті малдың бір артықшылығы. Міне, қанша әлсіз, қанша кішкене болса да жем беріп қоясың. Көп өз білгенше жейді де, өзін өзі реттейді, қатты бір ауырып. Мынау егер мынандай нәсілді мал осындай арыққа қараштейін, үңгіс әулиекөлдерді осы дәрежеге түсіріп арықтаттың ба, өліп қалады, орнынан тұра алмайды. Не жем берсең көп жеп ауырып қалады. Мыналар өзін өзі қатты реттейді. Ауа райына, ортаға бейімделген. Бұл ненің малдар, жергілікті малдардың артықшылығы. Бұның минусы қатты резкі өсе алмайды да. Резкі өсе алмайды. Салмақты көп қосылмайды, шама шарқына қарай қосады. Ұзақ уақыт тұруды талап етеді. Ұзақ уақыт тұрса да аяғынан кетпейді, тұяғы балпиып өспейді. Енді парадистардың артықшылығы тәуір жейді, бірақ оны теңшеп, өлшеп беруің керек, қарауың керек. Тез ауырады, ауырса, қатты ауырса өліп те кетеді. Өзін өзі меңгеруді білмейді, оны адам контролдайды. Мыналар көп сақ қойсаң болды, өзін өзі меңгере алады. Өзін өзі реттей алады. Өзін өзі реттей баса, мынандай болады. Міне, таза жергілікті. Міне, ешқандай қаны жоқ. Қазақы мал дейміз ба, жолмаса месний малдар міне. Қаншылық жеу керек екенін біледі, қай кезде ұйықтайтынын біледі, қай кезде тұратынын біледі. В общем, өзін өзі біледі да. Мынау парадистар өзін өзі білмейді, ауырып қала береді. Оны адам реттеу керек, тәрбиелеу керек. Міне, мынаның бәрі қазақы малдар, жергілікті малдар. Міне жергілікті малдар. Бұзаулар, міне екеуі бұзау. Мынау да бұзау. Осылай. Тұрғызып керек жоқ бұның. Кесте жоқ болса, кестені жіберем. Мен айтылған бел өлшемі, төс өлшемі бойынша. Енді төс өлшемін қалай өлшейді дейді. Міне ол тұрады. Бұның ең жіңішке жері қазір тұрған бұқаның. Міне жеріне өте жотасы емес, өте боқ-қарны емес. Белінің ең жіңішке жерін аттың төс айылын тартқандай бір жіппен тартып аласыз. Сол орамы қанша болды, жіпті қойып беріп, содан кейін метрге сап, сол жіпті өлшейсіз, сантиметрін көресіз. Кестеңізді көресіз, салыстырасыз. Сол. Енді қандай бұқалар 200-ден асады дегенде, төс өлшемі 165-160-тан өрге қарай бұқаңыз 200-ге толды деп үміттене берсеңіз болады. Мысалы 200-ге толатын бұқалар мыналар. Мынау міне таяп жығылады. 200-ге толмауы да мүмкін. Солай білу керек, төсіне қарай. Төсті 170-ке толтырсаңыз, ойланбай бойняға сөйлесе беріңіз. Ол 200-ден асады деген сөз. Енді тығыздығына байланысты 165-терде кейде 200-ге барып қояды. Соның үшін, уайымсыз бару үшін, төс өлшемі 170 сантиметр болған, 3-4 ай жем жеген бұқаны қорықпай бойняға апара беріңіз. Енді 200-ге толатын бұқа бар деп, кеудеңізді қағып бара бересіз. 165 болса, қатты семіз болу керек. Тығыздығы жетпей қалса, 200 шықпай қалу мүмкін. Солай. Басқа неге қалды?
Басқа ештеңесі жоқ. Бағалар айтылды. Жем, шөп бәрі айтылып тұр. Ендеше аман сау болыңыздар.